Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақ тақырыбы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғылары. Сабақтың мақсаты оқушыларға Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғыларымен таныстыру, оқушыларды бастамашылыққа, жауапкершілікке, батылдыққа баулу. Жалпы әскери жарғылар Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери қызметшілерінің өмірі мен қызметі нормативтік құқықтық құжаттары мен қатаң реттейді. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғысы 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қорғаныс және Қазақстан Республикасы қарулы күштері туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі жарлығымен бекітілген. Әскери жарғының 4 түрі бар. Ішкі қызмет жарғысы, тәртіптік жарғы, гарнизондық және қарауылдық қызметтер жарғысы, саптық жарғы. Жарғыларда әскери реттіліктің, әскери тәртіп пен әскери қызметтің негіздері беріледі. Ішкі қызмет жарғысында әскери қызметшілердің жалпы және лауазымдық міндеттері, олардың арасындағы қарым-қатынас, әскери бөлімдер мен бөлімшелердің ішкі тәртібіне байланысты ережелер, тәуліктік нарядқа тиісті мәселелер айқындалған. Тәртіптік жарғыда әскери тәртіп түсінігі, оның мәні, оны ұстану бойынша әскери қызметшілердің міндеттері, көтермелеу түрлері, теріс қылықтар және тәртіптік жазалар, әскери тәртіпті бұзғандағы үшін әскери қызметшілерді жауапқа тарту тәртібі айқындалған. Гарнизондық және қарауылдық қызмет жарғыларында гарнизондық және қарауылдық қызметтерді ұйымдастыру және өткеру, гарнизонда әскерлердің қатысуымен өткізілетін іс-шаралар тәртібі айқындалған. Саптық жарғыда сапта қарумен және қарусыз орындалатын тәсілдер мен қозғалыстар, әскери бөлімдер мен бөлімшелердің жаяу тәртіптегі және машиналардағы сапталуы, әскери сәлемдесуді орындау, саптық тексеруді өткізу тәртібі, әскери қызметшілердің ұрыс алаңындағы қозғалысы айқындалған. Айырым белгілері әскери киімге тағылатын әскери қызметшілердің атақтарын, қарулы күштер түріне, әскер тектеріне, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға тиесілігін білдіретін элементтер. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің погондары: қатардағы сарбаз, ефрейтор. Сержанттар құрамының погондары: кіші сержант, сержант, аға сержант, 3 сыныптағы сержант, 2 сыныптағы сержант, 1 сыныптағы сержант. Кіші офицерлер құрамының погондары: лейтенант, аға лейтенант, капитан. Аға офицерлер құрамының погондары: майор, подполковник, полковник. Жоғары офицерлер құрамының погондары: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, армия генералы. Қазақстан Республикасы жоғарғы бас қолбасшысының погондары: Қазақстан қан тобы кеуде белгілері. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жеңдегі белгілері. Әскери қызметшілердің бас киімдеріндегі кокардалар. Әскери қызметшілердің беретіндегі жапсырмалар. Үйге тапсырма: Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жалпы әскери жарғыларын атаңыз. Әскери қызметшілердің міндеттерін атаңыз. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің шендерін атаңыз.